Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге фруктовый чайға не қосатындарын көрсететін боламын. Ең алдымен үйлеріңізде апельсин болса, осылай етіп долька қылып турап аламыз. Және де қалған апельсиннің шырынын ішіне сығып қоссаңыздар, өте керемет ес дәм беретін болады. Мен бұл жолы лимон емес, лайм қосқан болатынмын, но сіздердің өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты қоссаңыздар болады. Келесі кезекте мята қосамыз, свежий болуы, құрғатып қоссаңыздар да өздеріңіздер білесіздер. Менде келесі кезекте осындай тест деген шайдың 2 данасын қосқан болатын, содан кейін осындай смородина болды үйде, сосын соны қостым. Барлығын аз мөлшерде, және де сіздерде қандай сироп болса, соны қоссаңыздар болады. Болмаған жағдайда науат, болмаса осындай үлкен етіп мед қоссаңыздар болады. Бұл 2 литр чайға осындай үлкен қасықпен 1 қасық қоссаңыздар өте керемет тәтті дәм береді. Сіздерге аз болсын, шайларыңыз дәмді болсын.